Ал балалар, бүгін біз өткен сабақтағы мысыққа мінездеме шығармамызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін сол шығарманың негізгі танымдық мәніне тоқталамыз. Оның шығармада жақсы және кіре ғой. Кірге ола ма? Мақсат, қайда жүрсің? Сабақ басталғанына қанша болды? Мақсат, бер қара. Қайда жүрсің? Кән жауап бер. Бұл не нәрсе? Күндеге шығу. Қайда қарайды осы атаның сені таңертең оятпай ма? Не анау үсті-басың бәрі алба-жұлба? Көйлегіңе не болған? Ана жилетің түймелері қайда кеткен? Неге салмайсың оны? Оқушы қандай болу керек, Мақсат? Кешіріңіз мұғалім, қайталанбайды. Жақсы, отыр, енді қайталанбайтын. Сөзіне сенейік па? Балалар жігіттік сөз беріп тұрған сияқты ғой, Мақсат. Ал отыра ғой, отыр, бірақ қайталанбасын. Мақсат, үлкен класстарға ақша жинап отыр. Тезет беру керек. Алдыңғы ақшамды бар еді, сонда бермедім әлі. Не істейсің сен? Бір аман табылар. Қыздар, вообще Мақсат біртүрлі бала сияқты, я? Кемеде алба-жұлба ғой, жағдай нашар шығар. Жеге, кеше күні бойы жұмыс істедім. Шаршап қалдым кәдімгі. Сабаққа ұйықтап қалған болмай қалды. Алло, қайдасыңдар? Асханадамыз. Тез, туалетке жиналыңдар. Все, жақсы, тез. Туалет жаманыз ба дей салан. Әкелдің ба ақшаны? Әкел. Қайда қалған? Братан, басқа бала шығарған жоқ. Қалай шығарған жоқ? Братан, балалар да болмай жатыр. Түсінбедің? Болмай жатыр. А? Мақсат? Сен ше? Өткендегі ақша қайда? Братан, мамам туған күні. Маған өтірік сказкаларымды айтпаңдар. Құрыңдар тез. Давайте тогда мы определим основную мысль этого текста. Кто написал уже? Уже. Ясмин, пожалуйста. Настоящий писатель – это человек, который чувствует глубже других и умеет передавать свои мысли и переживания. Мұғалім, кешіріңіз, кірге ола ма? Где вы ходите трое? Уже прошло 20 минут урока. Я сейчас позвоню вашему классному руководителю и скажу, что вы прогуляли урок русского языка. Придется вызвать ваших родителей в школу. Пусть придут, полюбуются на своих детей. Жігіттер, коммуналге не дейміз? Негізше, бұл сөзіміз алмасық, бұл тоқтамайды. Мұғалім. Кіріңдер. Я, не болды? Неге сабаққа кешігіп жүрсіңдер? Мұғалім, біз жаңа туалетте. Мұғалім, негіз бірдеңе айтайын дедім. Біз туалетте 11-ші сынып оқушылар жинап, бізден ақша алады, бізге қысым көрсетеді, ұрады, соғады, ақша жинайды. Неге оны маған енді айтып отырсыңдар? Мұғалім, біз айтуға қорқып едік. Оны ертерек айтқанда, бұл мәселені біз ертерек шешетін едік. Шақырдыңыз ба? Иә. Не болып қалды? Иә, Бағдәулет, шақырдым. Не өлдір жүрсің? Үстіңнен арыз түсіп жүр осың. Мен үстімнен? Иә, сенің үстіңнен арыз тұр. Бір емес, уже 2-3 арыз түсті уже.
Кел отыр Бағдәулет. Данияларыңды айт, мен үстіңнен протокол толтырамын, уже біраз арыздар түсіп жатыр сенің үстінен. Мектепте біраз бұзықшылық жасағасын. Данияларыңды айта ғой, протокол толтыру керек уже. Басалды ма? Жоғыз көрдіңіз. Ете тұр, ақша берсін. Давай. Ну, натуре, дұрыс айтып тұр. Нәрсе? Придется вызвать... Это да. Мойындайсыңдар ма? Білмеймін братым.